Осы сетеу маркетинг жасайтын енді көптеген лидерлердің, көптеген дистрибьюторлердің ең басты мақсаты, ең басты бір арманы десек те болады, ол әрине команда жасақтау. Ол қандай команда? Мықты команда жасақтау. Яғни мен қазір сізге осы команда жасақтаудың бір екі методын айтамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені егер сіз командам үлкен болсын дейтін болсаңыз, онда бұл метод сізге қажет болады. Ең бірінші метод бұл алтын іздеушілер. Яғни қараңыздар да, мысалы алтынды қалай іздейді? Яғни өте көптеген жерді қазып, немесе өте көптеген тастарды аралайды, немесе судың іші болсын, тағы бір дүние болсын деген секілді. Сосын олардың ішінен сүзіп, мысалы 100 тонна, мысалы тау тасты бір қазатын болса, соның ішінен бір 100 грамм ғана алтын шығуы мүмкін, құнды ақпарат. Яғни құнды, мысалы құнды тас деген секілді алтын шығады. Яғни бұл не деген, бұл қалай болады? Яғни бұл сіз деген бір 100 деген мыңдаған адамдарға презентация жасадыңыз, соның ішінен тек бір 20-сы ғана сізге тіркелді, сол 20-ның тек біреуі ғана лидер болып шықты дегенмен бірдей. Яғни сіз талпы адамға ұсындыңыз, соның тек біреуі ғана мықты лидер болды. Яғни 100 тонна алтынның тек 100 граммы ғана 100 тонна тастың 100 граммы ғана алтын болып шыққан сияқты, бір 100-200 адам тек біреу ғана лидер болып шығатын болады. Әрине, бұндайды жасауға болады, бірақ бұған енді өте көптеген энергия, өте көптеген енді күш, өте көптеген уақыт қажет болады. Екінші метод бұл снайпер методы. Яғни бұл не деген сөз? Сізге керек адамға дәл түсетіндей, сізге керек адамға осы керемет мүмкіндікті ұсынып, яғни сіз бір 2-3 адамға презентация жасадыңыз, 2-3 адам сіздің командаңыз қосылды, осы 2-3-еуі де мықты лидер болып шықты. Яғни бір айтқанда снайпер деп айтып тұрғандай, дәл сізге керек адамға түсетіндей. Но бірақ та бұл снайпер методын енді толыққанды қолдану үшін, бұл методпен толыққанды жұмыс жасау үшін енді бір 2-3 минут, 3-4 минуттық видеода толыққанды бұл снайпер методын айтып шығу мүмкін емес. Бірақ егер де сіз бұл снайпер методын мықтап тұрып білетін болсаңыз, сіз де бір аса қатты адамдарды команда қосу үшін аса қатты сіздің күшіңізді кетпейді. Екінші кезекте сіз презентация жасаған адам ол по-любому ертең лидер болып шығатын болады. Яғни көптеген мықты команда сақтаймын деген адамдарға осы снайпер методы мықтап тұрып қажет. Енді бұны 2-3 минуттық видеода мен айта алмаймын. Сондықтан да мен арнайы бір чек-лист, арнайы бір кітапша дайындап қойдым. Яғни снайпер методымен қалайша жұмыс жасауға болатын жайлы. Ол чек-листті мен сізге тегін беремін, тек қарапайым ғана шартты орындасаңыз болғаны. Яғни егер сіздің командаңыз болатын болса, онда командаңыздағы адамдардың аккаунтын осы видеоның астына белгілеңіз. Одан кейін мен снайпер методы бойынша кітапшаны тегін алып келеді деп комментарийге жазыңыз. Кім өзінің мысалда командасында 2 адам ба, 3 адам ба, 4 адам ба соларды белгілейді, және де снайпер методын алып келеді деп кім жазады, сол кісілерге осы снайпер метод деп аталатын кітапшаны мен тегін түрде беретін боламын. Міндетті түрде осы қарапайым шартты орындап, сіздің командаңызды жаратын, сіздің командаңызды мықтап үлкейтетін, яғни мықты лидерлер шығаруға мүмкіндік беретін осы снайпер методының кітабын алу үшін жаңағы қарапайым ғана шарттарды орындаңыз. Мен сізге дайректке осы кітапшаны тегін түрде жіберетін боламын.